миссиямызды тез-тез орындайық. Асықсың ба? Әрине, ерігіп жүрген ешкім жоқ. Жоғарыда бұйрық түспенді істемейдені ғой. Әке, тым ұзақ күтпедік па? Собеседниеде кешіктім ал. Бірдеме қылып көрермін енді. Пап, маған биге жаңа балетка аламыз дегенбіз. Есіңізде ма? Маған да балетка. Айшат, сенде жаңасы бар ғой? Жақында алып беріп едік қой саған. Тағалам, Ахмет әпкедікінде әдемі салып бер. Пап, бізге айтты, Ясмин әкемізге домбырадан жарысқа барасыңдар деді. Әке, ертеңгі жолға ақша бересіз ба? Ал маған Наурызға көйлек алу керек. Бір-бірлеп айтыңдаршы, шатастырдыңдар ғой. Үміт, Наурызға дейін әлі біраз бар ғой. Жүр, ана асып жүр. Шыдай тұрсаңдаршы тамаққа дейін. Қайда ана ағың? Звондаш, қашан шығады екен күрестен? Кеш шығады ғой, жаттығу жасап. Менде де күреске қатысайыншы. Болмайды, сен кішкентайсың, қыздар күреске қатыспайды. Кәусәрді да кетті ғой, оған да бола ма не? Қане, келіңдерші бері қарай, санайын сендерді. Кәусар жоқ екен ғой. Айтып едім мен сол қызға. Қатыспайсың деп күреске. Сенікі болмайды, сен жаңа шпионды қолдандың. Айтпақшы, Кәусар, сен мама іздеп жатыр. Айтпай кеткенсің бе үйдегілерге? Түкінге кетті де салшы, қазір бірге қайтамыз ғой. Тығылмай қой болды. Мама біліп қойды күреске келгенімді. Ана әніңе күрес деген не екенін үйретіп тұр, сұғуды да білмейді. Күшіктердің сөзін сөйлемеш, Әли. Дұрыстап сөйле, олар менің інілерім. Бүгін залды сендер жуасыңдар, бір шаң қалмасын. Сен оларды күнде жұмсай бересің? Бар шей. Жуасыңдар, жумай қайда барасыңдар.
осы сендер неге күрес алаңында семейный болып жүресіңдер? Жүстік не болыпты, көшенің баласы бізге әңгіме айтатын болған ба? Аузыңа қарап сөйле. Інілеріме тиіспе. Сен ба бұл екеуінің ағасы? Иә. Онда тыңда мені. Інілеріңмен бірге маған аптасына 1 рет ақша өткізіп тұрасың. Біз аз қамтылған отбасымыз. Бұндай ақша тауып бере алмаймыз. Онда інілерің күнде таяқ жейді менен. Ұрсаң мені ұр. Інілеріме тиіспе. Тауып берем ақшаңды күт. Расул, ондай ақшаны қайдан тауып бермексің? Табам ғой. Бейбіт, үй осы. Өзің көріп отқандай қазір құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Осының бәрін тазалап, қадағалап отырасың. Болды. Өзің қай жерде жұмыс жасағансың? Енді бұрын охранда істегенмін. Сосын күзетте істедім. Сол баяғы охран ғой сол. Күзеттен басқа жерде істемеген екенсің. Жақсы, онда келістік, таңертең 8-ден бастап жұмысыңа келе бер. Болды. Келіп, міндетті. Ей, балам, көп күтіп қалдың ба мені? Жоқ, әке, жұмысқа қабылдады ма сізді? Әрине, мен сияқты талантты адамдарды кез келген жерде жұмыс қалады ғой. Әке, 5000 теңге бар ма? Оны не қыласың? Қатты қажет болып тұрады. Жұмысқа орналастым ғой. Бірдеңе алып тауып берерім. Сен қазір қаңғыма үйге бар, жақсы ма? Мен ана 1-2 шаруам бар, соны бітіріп барам үйге. Жарайды. Анашым, әкем жұмыстан келдім. Маған 5000 берем деді. Қазір бере саласыз ба соны? Кешке келеді өзі береді. Ұмытып кетпесінші, айта салыңызшы. Қайда барып келдің? Али екеумізге айтпай неге әрекет етесің? Сен екеуің не сыбырласып отырсыңдар? Тағы не білдіресіңдер? Ештеңе. Ұстап алам бір күні бәлем. Бағдәулет, қашып жасадыңдар бүгін? Бәрі осы ма? Осыған риза бол, сәлем мағына төбелес басталар еді. Абайласаңдаршы, бізге ұсталуға болмайды. Нормально ғой, бүгін кешкі асты мейрамханада ішейік. Қалайсыңдар, көжектер? Үйірмелерің не болып жатыр осы? Мен күріске жазылып алдым. Мам, қыздар қатыспайды дейді. Сіз рұқсат бересіз ғой маған, иә? Әрине. Рұқсат бермеңіз, ұлдардың күрісінде не бар бұған? Жапшы аузыңды. Балдарың жағдайын да білмейсің. Туған күндерін ұмытып қалмашы әйтеуір. Неге білмеймін? Әрине білем. Мысалы, Ақниеттің туған күні шілденің 5-і. Құмаңыз шыпап, менің туған күнім қыста ғой. Қой? Ұят. Оны қойш, ана раковинаны қашан жөндейсің? Жөндейм, қолым босаған соң. Сен жұмыссызсың ғой? Әр күнің демалыс, қолың бос қой. Қалай, бүгін жұмысқа бардым мен. Ертеңнен бастап жұмысқа шығатын болдым. Мені қойш, даладан су тасып, белімді ала алмай жүріп. Тым болмаса мына балдарың жағдайына қарамайсың ба? Сен ақша бермегесін мектептегі қайырымдылыққа жазылып алған. Не болыпты? Жақсы емес па? Жасасын қайырымдылық. Бұлар емес. Біздің балдарға көрсетіп жүр қайырымдылық. Ұялмайсың ба? Не айғайлайсың маған балдардың көнше? Абыройым түсіріп. Жаным күйіп отыр менің. Менен ұялмасаң да балдарыңнан ұялғаннан ақша тауып бастайтын шығарсың енді. Табам, менің де несием бар шығар. Менің маңдайыма
тас кедей болу жазылған ба? Неге өмірім жарымай кетті? Қанша адал жолмен жүрсем де, менің өмірім неге қараң? Мен өміріме разы емеспін. Мен өміріме разы емеспін. Соңғы кездері екеуі жер сатын болып кетті. Бәрі ақшаның кесірі ғой. Ақшадан бірінші жылуық кеткен сияқты. Әкемнің ашуы тесір қайтын еді ғой. Мүмкін бұл жылы да татуласып кетер. Мен көп ақша тапқым келеді. Сөйтіп бұны анама бергім келеді. Жаман идея емес. Мен де ақша тапқым келеді. Бүгін папа жұмыс іздеуге барды ғой. Мүмкін бізге де іздеу керек шығар. Бір шетінен үйге көмегімізде болар еді. Қайдан табасыңдар? Сендер түгел үлкендер жұмыс жүргенде. Ниет бар. Енді іздемек керек. Бұл домбыра ермесі ғой. Сен бұнда не істеп отырсың? Мен қабырғаға сөйлеп тұрмын ба? Сабыр, қазір өзі кететін шығар. Сендердің есімдерің кім? Не болды? Бұдан былай, кімнің қай үйірмеде отыратынын мен шешемін. Үлкенге құрмет дегенді білетін шығарсыңдар, ә? Мені көргенде амандасып жүріңдер. Тоқта, сен сонша кімсің? Қаланың бандылар туралы естісеңдер, соның бірі мен болам. Тағы да маған сөйлегендеріңді көрейін. Балалар ақша жинайтын банкін айтып тұр ма? Мә, біз құрдық қыздар. Альфияның көзіне түсіп қалдық қой. Сен бір костюмге қарай алмасаң, неменеге көмекші болып жүрсің? Сендерден басқа адам көрген жоқ қой жерге. Келдіңіз бе? Қалай, тыныштық па әйтеуір? Мына көмекшілерім ғой, бір маңызды жиналысқа келетін костюм бар еді. Быт ішін шығарып бүлдіріп тастапты. Иттің істегені ғой. Бірақ сізге бұл бай адамға бір костюм деген не болыпты ол? Сонда адамда ақша болса, бай болса, проблема жоқ деп ойлайсың ба? Әрине, ақшаң болса, кредитің болмайды. Қарызың болмайды. Кредит жабылса, қарыз жабылса, бақыт сол деп ойлайсың, Әрине, ақшаң болса, сенен басқа бақытты адам болмайды ғой осы өмірде. Мынау біреуге көмектесе алады деп ойлайсың ба? Бейбіт жаман емес деп айттым ғой. Оған да бір шанс беру көрейік. Көрейік. Кімсіздер өздері? Өзің ғой бізді шақырған. Қой, мен ешкім шақырған жоқпын. Сен өміріне разы емессің ба? Менен аулақ жүріңдер, Біздің итаки төбеде жұмыстарымыз жетіп жатыр. Тез бітірейікші, Бейбіт. Сен өзің кішкентай болып, үлкен адаммен қалай сөйлесесің? Папа жынданайын дей берді ма? Өз-өзімен сөйлесті ғой. Менің жасым 726-да. Адамдармен тілдесу үшін қыз кейпіне енгенмін. Бұрын соңғы періште көрмеп пе едің? Әлди жата ғой, тәті ұйқыға бата ғой. Ясмина әпке, анда кешіп өз-өзімен сөйлесті. Мейлі, өзі сөйлесе берсін. Жоқ, әкем ауырып қалған. Кімді айтып жатсыңдар? Әке өз-өзімен сөйлесіп ауырып қалды. Ой, ол күнде сондай ғой. Айша жай түсінбей қалған шығар, әлі кішкентай ғой.
Бостанда? Іште газет бар, әке, бәріміз кезек күтіп тұрмыз. Өсесіздер. Мен тығылуым керек, мені сұрап жатса ешкім жоқ деп айтыңдар. Жақсы ма? Кімнен тығылып жүр? Үлкендерден 40 жас ауыр кезең деп естігенмін. Біз домбыраға кеттік, мамаға айта салыңдаршы. Ақниетті алып кетпейсіңдер ме? Ей, менше, тоқтаңдар, киінсем болды. Осы жерде ма шынымен біреу бізге жұмыс береді деп ойламаймын. Ай, мейлі, не де болса қарап көрейік. Сендер ме жұмыс іздеп келген? Неге мен тастап кетесіңдер? Ақниет, біз жұмыс іздеуге еттік. Кім айтсаң, біздің артымыздан жүр деп баршыға. Несі бар? Қалсын? Сендер мен кеше танысып үлгере алмадым ғой. Жүріңдер. Бек, жұмысқа қыздар келіп тұр. Жастары бізден кіші. Бағдәулет, таныстыр оны схемамен. Біздің бірінші ереже, біздің құпия орнымызды айтпау, деніміз саттыңдарды кесірмейміз. Біз айтпаймыз ешкімге, уайымдамаңдар. Онда схеманы айтайын. Жоқ, керек емес. Ассалаумағалейкум аға. Көмек керек емес пе? Ауыр жұмыс болса жеткізіп салайын. Жоқ, керек емес. Маған телешкемен оңай болады. Оның үстіне сізден ақша алмаймын. Сен мен жүк көріп тұрсың ба? Керек емес сен, баршы. Аға, циркке келіңіз, билет аласыз ба? Цирк? Жоқ. Онда кетеріңіз. Сонша құшақтағансыз. Аға, ана жақта полиция бөлімшесі бар, сол жерге арыз жасаңызшы. Біздің негізі жаман адам болғымыз келмейді, бірақ басқа амал жоқ. Жерге асымыз табуымыз керек. Сендердің әлі де ойлануға уақыттарың бар. Бірақ шынымен біздің топқа қосыларың келе ма? Иә, біздің де ақша тапқымыз келеді. Онда қазір ақшасы бар бір адамды құрыққа түсіресіңдер. Түсінікті ме? Онда сен екеуің ары қарай кетіңдер. Анау неге қатысып алған? Мене барып айтып беріп жүрмес. Барып түсіндіріп айтып қойшы. Күнәзім мен үмітті жіберіңдерші. Бұл дұрыс іс емес қой. Бұл жолды әпкелердің өздері таңдады. Біреуге айтып беретін болсаң, аямаймыз. Түсіндің бе? Ақыры келіпсіңдер. Орындаңдар айтқандарыңды. Беріңдер маған байлық. Жоқ, сен қалай түсінбейсің? Біз саған шартымызды айтып тұрмыз ғой. Бостан кім байлықты береді?
орнына бізге қандай зат бере аласың? Ане, бай бастығың келе жатыр. Ақшасы көп, балдары жоқ, а менде ақша жоқ. Ауыстырыңдар орындарымызды. Балаңызды ақшаға ауыстырасыз ба? Әрине ауыстырам. Ой, маған бәрібір. Мына дүние байлықтың бәрі менікі ме? Ай, жеттім ау арман мақсатыма. Серік, тұршы. Тұршы, жұмыстан кеш қаласың ғой. Сен кімсің? Ойнамашы. Балдарды сабаққа апаруым керек қой әлі. Папа, сіз маған айтыңыз саябаққа апарам деп. Саябақ несі? Серік, тұршы, жуыншы бол тез. Біз мамамыз. А? Шымшып көрейін ба, пап? Енді бізге жайымызда қалдыңдар. Нәверде қанша бар өзі? 5 теңге. Бір күннің ақшасы ғой. Ақшаны аптасына бір рет асы деген өздерін. Иә? Бірақ біз саған кепілдік берген жоқпыз ғой саған. Қашан тиіскім келеді өз еркімізде. Мен не қыл деген келеді? Орныңа тұршы. Мен мықты болсын. Үйірмеге келіп күреспейсің бе? Неге көшеде қорқақтап жүрсің? Көшенің баласына үйірмеге кіруге болмайды ғой. Не сен үніңді өшіріп тұрқа аямайын. Жатыңыз әке, біз әлі аяқтамадық. Доғарыңдар. Әке, бәріңіз қорқтыңыз ғой. Шынымен бәрі жақсы ма сізде? Сен мен баламсың ба? Иә. Әлі қуып тұр, тағы түспе жуайық. Мен ауырып отқан жоқпын мен. Әке, жатыңыз, сосын сөйлесеміз. Достарыңды күтіп тұрсың ба? Бір күн үйде болмап едік. Осынша шу шықты. Үміт, Гүлназым, үйге кірмейсіңдер ме? Бұл қызды мен бір жерден көрген сияқтымын. Я өткенде домбыра ермесінде болған. Бандыларын күтіп тұрма бұл қыз. Осының кесірінен әкем үйде талып жатыр ғой. Мені де есіме түсті. Сенімен кейін сөйлесеміз. Үйді жаңа көрдіңіз бе? Отырсыңызшы. Үмітің мен Гүлназың бүгін келген еге. Осы балашаға жалғыз маған керек па? Әкесі болып бір қадағаламайсыз ба? Мам, Альфияның үйінде қалып, есеп шығарамыз деп ескерттім ғой. Біз білеміз бұның Альфиясын, бізге тескен бұзықтардың қызы. Иә, жанында тағы 3 бала бар еді. Ерасыл, не болып жатыр? Дұрыстап түсіндіріп айтып берші. Үміт пен Гүлназым жаңағы бұзықтармен араласады екен. Олармен қосылып жама жолға түспеген шығасыңдар әйтеуір. Қайдағыны айтпаңдар, олар жақсы балалар ғой. Не болып жатыр? Не болып кетті өзі? Қадағаласаңызшы балдарыңызды.
Сен неғып тұрсың бір өзің? Адасып бердім, үйден үйге апаруға көмектесесіз ба? Есімің кім сенің? Айша. Айша? Әдемі есім екен, ә? Сен анау семейный күреске қатысатын малдардың қарындасы емессің бе? Иә. Жүр онда месегіңді апарып тастайын, ә? Мен сен ағаларыңды, әпкелеріңнің бәрін танимын, ә? Уайымдама, мен сен үйіңе аман есен апарып тастайын, ә? Жүр кет. Айша қарындасымызды құтқарып алған үшін кешірдік. Қандастарымызды қайда тығып жүрсіңдер өздерің? Өздері бізге жұмыс іздеп келді. Қандай жұмыс? Оны айтуға болмайды. Жұмыстан шығарыңдар онда. Қыздар ол жағын өздері шешсін. Кеттік онда. Сен не болып тұр жүрсің? Не істеп мұнда? Шық мен үйінен. Кім? Мұнай ма? Мұнай менің атымда. Қара, құжатта, сенбесең. Қалай сенің атыңда? Оқы дұрыстап. Мен үйім, бизнестерім. Бәрісі. Қалай мынау? Қазір мына жерден кетпесең күзет шақырам. Жоғал көзіме көрінбей. Бірақ келісеміз әлі. Көресің. Саған байлықты берсе де, тазалықты бермепті ғой. Сендер келетін болсаңдар бір ескертіп келіңдер шеш. Жүрегімді ұшырдыңдар ғой менің. Бейбіт, біздің ескертуіміз бар. Маған қандай ескерту берсеңдер де бәрібір шын айтайын. Байлығым бар, жетеді, ақшам көп менің. Сен баланы жолға алмайсың. Қойш, шынымен ба? Бұл әзіл емес, шарт сондай. Мейлі. Ең бастысы балдардың ақшаларын жіберіп тұрам. Бөтен адамнан кім ақша алсын, оны да бере алмайсың. Табармын бір адам. Ең болмаса серік арқылы беріп жіберіп тұрам. Ай қайдам, серікте де бездір жердің ғой. Тыңдап тұрмын. Серік Аманұлы деген сіз ба? Иә, мен. Бұл полицияда хабарласып тұр. Тез арада бөлімшеге келіңіз. Қыздарыңыз ұрлық үстінде ұсталды. Жақсы. Әке, жүрші ойнайық. Сен атың Айша ма? Иә. Қызым, сендер Ясмин екеуің ойнап қайтыңдар ше, мен әпкелеріммен сөйлесіп алайын. Жарайды. Айтыңдаршы, неге бұндай жолға түстіңдер? Ұрсасыз ба, пап? Жоқ, ұрыспаймын, біз жағдайды білгім келіп тұр. Біз әдейі істемедік, пап. Сіз мама екеуіңізге көмектесіп, ақша тапқымыз келді. Ұрлықты жалғыз жасадыңдар ма? Астарында біреу болды ма? Қорықпай айта беріңдер, мен ұрыспаймын. Біздің жанымызда 3 бала және 1 қыз болды. Қыздар біздің жерде әкелер айтып қойыпты. Келе жатыр. Білгенім оларға сенуге болмайтын. Тыныш, қорықпаңдар, мен сендерге тиіспеймін. Қандай кепілдігіңіз бар оған? Мына жерде қалай тұрып жатсыңдар? Онда сіздің шаруаңыз болмасын. Біз жайымызға қалдырыңыз. Так, былай келсейік. Мен сіздерге жақсы, жылы, жайлы тұратын жер тауып берем. Бірақ сендер ұрлық жасауларыңды қоясың. Ата-аналарың қайда? Тастап кеткен. Мына жерден шықсақ бізді қайттан балалар үйіне қалмайды. Біз сізге сенбейміз. Үлкендердің бәрі жауыз болады. Енді сену, сенбеу өз еріктеріңізде. Бірақ мен сіздердің балалар үйіне түспеулеріңе кепілдік боламын.
бейбіт, сен берген ақшаларыңды балаларыңа табыстап отырам. Сен мына 4-еуін өзің үйіңе тұрғызатын боласың. Жақсы, келістік. Ал балалар, қоныстарыңыз құтты болсын. Тоқтаңыз. Сонда сіз бізді асырап алмақшысыз, ә? Иә, асырап алмасам мына балалар үй арттарынан қалатын емес. Рахмет сізге. Бұл жақсылығыңызды ұмытпаймыз. Оқыңдар, білім алыңдар, адам болыңдар. Бәрін орнына қайтарайықшы. Балаларың сағындың ба? Иә, сағындым. Мына ақшаңды да, мына байлығыңды да, үйіңді де қайтып алшы. Тек балдарымды қайтаршы маған, өтінемін. Бақыттың неде екенін тым кеш ұқтың ғой сен бейбіт. Сонда немен? Балдарымды құшақтап еске алмайын ба? Бәрі өзіңнің ниетіңе байланысты. Мына періштелер де келмей кетті. Жалынам, қайтаршы маған бәрін. Ей, не істеп тұрсыңдар? Сіз тұрып кеттіңіз бе? Біз сізге сюрприз жасайын деп едік, сіз барлығын көріп қойдыңыз. Қандай сюрприз? Оны айтуға болмайды, ол тосын сый. Бізді асырап алған үшін рахмет Серік аға. Аға емес, әке дей берсеңдер болады. Мен барлық құжаттарын рәсімдедім. Шын ба? Иә, мен сендердің бәріңді жақсы көремін. Әке, онда осы жерде күте тұрыңыз. Біз сізге қазір тосын сый жасаймыз.